онкологиялық онкогендік түрлері бар екен, зиян келтіретін. Сонымен қатар бұрыннан адамның ағзасында бар вирус, бірақ ол аса бір ешқандай әсер етпейді дейді. Енді жалпы ВПЧ деп айтқан кезде біз өте бұл кең тақырыпта қысқаша айтып өтейін. Жалпы адам папилломасының вирусының 150-ден астам түрі бар. Оның 12 түрі ең жоғары онкогендік канцерогендік әсер беретін түрі бар. Білем, 16 мен 18. Соның ішінде, жаңағы мен айтқан 12 ВПЧ-ның типінің ішінде 12 жоғары. Соның табылған рактардың 70%-ын шақыратын бұл 16-18 тип. Қалған 30%-ын жаңағы 12 түрдің қалған шақырады екен. Яғни, енді бүгінгі таңдағы ВПЧ деген кезде біз мысалға әйелдер келіп жатады. Қынабында толған жаңағы анагенитальды бородавка дейміз, өсінділер көреміз. Вульвасының аймағынан, анагенитальды аймақтан, қынаптың қабырғасынан, немесе жатырдың аузынан. Яғни бұл әйелдерді біз міндетті түрде жаңағы ВПЧ-ға скрининг жасаймыз. Егер ол скринингтан 1 типі, 2 типі, 3 типі носитель жұққан әйел болса, міндетті түрде айтамыз, қызыңыз болса вакцинация етіңіз, потому что вертикаль жолмен туды ғой ол баласын, ол берілуі мүмкін. Немесе ол кісі жаңадан ол вирусты жұқтыру мүмкін. Ал бұл вирус тек жыныстық жолмен ғана жұғады. Ер азаматтардан немесе бір-бірін жаңағы жұқтырады бір-біріне. Сондықтан әлем бойынша Gardasil деген жаңағы вакцинаны ойлап тапқан кезде балалардың средний статистикасын алған, қай жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі. 15 жас, біздің Қазақстанда балалардың орташа жасы жыныстық қатынасқа түсетін биылғы статистика бойынша 15 жасты құрап отыр.